Егер сіз парақшаңыз тез дамыған қаласаңыз, тез, оған міндетті түрде бюджет керек. А егер асықпай, немесе мысалы бюджетіңіз болмаса, тегін дамытқыңыз келсе, оған біраз уақыт керек болады. Қазір бірінші тегін жарнама туралы тақырыпты қозғаймыз. Тегін жарнаманың түрлерінің негізінде өте көп, өте эффективті, жақсы қолданатын әдістер. Мен өз басым оларды міндетті түрде қолданамын, әрқайсысын тексерістен өткізгенмін. Өте нәтижелі әдістерді, просто оған кішкене уақыт керек. Егер сіз оны міндетті жасасаңыз, қолдансаңыз, міндетті түрде нәтижесін береді. Бұл жерде ерінбеу керек. Егер сіз ерінсеңіз, жасамасаңыз, онда ешқандай нәтиже болмайды. Қараңыз, бұл жерде айтатын маңызды жайт. Ешқандай жарнама жүрмейді, ешқандай жарнаманың әсері болмайды. Қаншама сіз ақша салсаңыз да әсері болмайды, егерде сіздің парақшаңыз жарнамаға дайын болмаса. Яғни сіздің парақшаңыз, сіздің блогерлік парақшаңыз әрқашан жарнамаға дайын болу керек. Әрқашан жаңа оқырмандардың келуіне дайын болу керек. Ол деген қалай? Ол деген сіздің шапка профилідағы описаниеңіз қызықты болу керек. Міндетті түрде сіздің фотоңыз, бас фотоңыз, аватаркаңыз әдемі, түсінікті, жақсы фонда, сапалы болу керек. Сіздің түріңіз болу керек. Ол адамның жатталатындай болу керек. Басқа блогерлардың арасында сізді тани алатындай болу керек. Сіздің логиніңіз түсінікті болу керек. Бірден алып жаза салатындай болу керек. Жаңа шапка профилідағы описаниеңіз қызықты болу керек. Сіздің оформлениеңіз блогерлік стильде болу керек. Сіздің парақшаңызға кірген кезде бірден түсінікті болу керек. О, мына кісі блогер екен. Қандай тақырыпта жазады екен? Жазылайын, өте қызықты блогер сияқты. Қандай тақырыптар маған пайдалы болады екен деген сияқты ой тудыратындай. Сіздің актуальный стористарыңыз, сақталған стористарыңызда міндетті түрде әдемі обложка болу керек. Одан кейін сіздің парақшаңызға кірген. Бұл деген біз істейміз міндетті түрде, тапсырмалды орындайсыз ғой, обложкаға дейін. Но әдетте ары қарай астына түскен кезде, мынау лентаға түскен кезде мынандай қателіктер болып жатады. Парақшаңызға кіргенде сіздің парақшаңызда порядок болу керек, жаңа контент планымен сәйкес. Сіздің парақшаңызда сіз жазатын тақырыптарды оқу, табу оңай болу керек. Сіздің парақшаңыз жарнамаға дайын болу үшін сіздің фотоларыңыз міндетті түрде сапалы болу керек. Бұл деген өте маңызды. Мұнда жай соткамен түсе салған, немесе бір ескі болады ғой, бір қап-қара фотолармен де блогер болуға болады. Посттарда жазу болады, ондай фотолар жіберуге де болады. Бірақ сіздің сапаңыз, сіздің қаншалықты тез парақшаңыз өсетіндігіне әсер береді, көріңіз. Сондықтан бірден сапалы фотолармен бастаған дұрыс негіз. Әр фотоңыз ойластырылған болғаны дұрыс алдын ала. Өйткені кез келген уақытта сізге жаңа подписчиктер келуі мүмкін. Бұл сіздің фотоларыңыз сіздің тұлға ретінде, сіздің блогер ретінде келбетіңізді көрсетеді. Қайткенмен деді, мысалы, жаңа оқырмандар келді, олар сізді танымайды. Олар сізді бірінші рет көріп тұр. И ол әртүрлі ой ойлауы мүмкін басында. Сіз өзіңізді жақсы таныстыра білуіңіз керек. Сол жағынан өте маңызды. Және Инстаграм ол социальный сеть болғандықтан адамдар бұл жерде демалуға, бір уақыт өткізуге, пайдалы ақпарат білу үшін бос уақытында кіретін бір сеть болғандықтан адамдар міндетті түрде фотоға назар аударады. Өйткені Инстаграм бірінші очередь, тексттан бұрын, ол визуальный сеть, то есть визуальный контент. Бұл жерде фото более маңыздырақ, чем текстқа қарағанда. Сондықтан Инстаграмда отыратын адамдар бар, бәрі қайткенмен де бірінші очередь фотоға назар аударады. Фото қандай, сапасы қандай, көрдіңіздер, қай жерде түсірілген, қалай түсірілген, бұл өте маңызды. Сондықтан сіздің парақшаңызға кіргенде түсінікті болу керек. Қандай парақша, қандай сапалы, бұл блогер ма, қандай блогер, посттарыңызды оқығанда да түсінікті болу керек. То есть бір сәлем, маған бүгін осындай көңіл күйім болмай тұр, смайлик қалдырып кетіңізші деген пост ашып қалды, ешқандай пост жоқ, ойлайды, ой, оқитын ештеме жоқ қой, тағы біреуін ашып қалды, тағы сондай пост. Вот, сондықтан сіздің посттарыңыз да кез келген фотоны алқаған кезде де сізде бір қызықты посттарыңыз болу керек. Сондай бір парақшаңыз қызықты болу керек, жарнамаға дайын болу керек. Бұл сол
осы аспект өте маңызды жарнаманы. Егер сіздің парақшаңыз осының барлығы рет-ретімен болса, парақшаңызға бірден кірген кезде бірден посттарды оқи алатындай түсінікті болса, фотоларыңызға қызығып қарай алатындай, сіздің кім екеніңізді түсіне алатындай болса, онда смело жарнамаңызды жасай бере аласыз. Ақылы жарнамаңызды жасай бере аласыз, және тегін жарнамаңызды да жасай бере аласыз. Маңызды бір сұрақтардың бірі, бір түсіндіре кететін нәрсе, жалпы жарнамаға кейбір адамдар былай кішкене скептически немесе негативно қарау мүмкін, қорқу мүмкін. Ой, жарнама деген сияқты бүйтіп шеттеліп, ой деп мұрнын шүйіріп қарау мүмкін да. Ал негізі жарнама деген жаман нәрсе емес, ол өте керемет нәрсе. Бұл инструмент, құрал, ол бизнестің двигателі, қозғаушы күші, я, двигатель прогресса. Мысалы, кез келген бизнеста жарнамасыз мүлдем болмайды. Жарнама міндетті түрде керек. Біз осы жарнама арқылы осы өмір сүріп жатырмыз, тұтынып жатырмыз, тауарларды біліп жатырмыз, брендтарды. Егер жарнама болмағанда олай болмас еді. Сондықтан жарнаманың пайдасы өте үлкен. Көп үлкен компаниялар бәленбай ақша бюджет бөледі осы жарнаманы дамыту үшін, блогерлардан жарнама алу үшін, билбордтардан, телевидениедан, немесе газет журналдардан, то есть жан-жақты жарнама алуға тырысады. Бұл деген нормально, біз сол арқылы білеміз. Мен мысалы өзім инстаграмның жарнамасы арқылы көп нәрсе білдім. Мысалы ыдыс-аяқтар, кейбір бір развивающий ойыншықтар. Тіпті үйде отырғаннан кейін магазинге көп шыға бермейсің да, бір инстаграм жаңағы парақшасына кіріп аласың да, киімдерін қарап аласың, немесе баланың, немесе өзіңе сақтап аласың. Не осындай жақсы екен, осы жерге барайын. Комментарийда немесе дайректте размерін сұрай саласың да, сөйтіп барасың. Вот шынымен көп адамдар соны қолданады. Бұл деген нормально. Басқа блогерлардың жарнамасы арқылы мысалы емізуге арналған костюмдардың бар екенін көрдім. Неше түрлі жаңағы курстардың, маған керек пайдалы обучениялардың, кітаптардың жарнамасын көрдім. Соның бәрін қолдандым. Бұл деген жақсы. То есть адам жарнама деген ол бүкіл жерде болатын нәрсе. Ол бар нәрсе. Біз оны ешқай жерден өшіріп тастай алмаймыз. Бұл деген нормально ғой. Кейбір адамдар болады, ой, инстаграмда жарнама бесит деп айтатында. Оның ойы дұрыс емес. Егер жарнама сізге ұнамаса, қарамай өтіп кет, өзіңнің ойыңды жазбай. На самом деле ар жағында ойы просто ол парақшаны либо ұнамайды, либо көре алмай тұр деген сөз ғой негізі. Түкі жарнама везде, біз оны қабылдауымыз керек, біз үйрендік те. Телевизорға мысалы көрсек, сериал көріп атсақ, мысалы обязательно жарнамаға тоқталады ғой, жарнама көреміз. Ютубта да мысалы бір видео көріп аттық, мысалы бизнес по-казахски в Америке деген сияқты, мысалы кино көріп атсыз, арасында жарнама шығады, керек емес болса өткізіп жібересіз. Немесе сол жарнама арқылы біз көп нәрсені жаттап алдық та, мысалы маркет KZ деген сияқты, OLX деген кейбір жаңа заттарды. Далада жүрсек, уже баннерлар жабыстырылған, кез келген жерде жарнама, ол өміріміздің бір бөлігі болып қалды. Бұл деген жақсы. Ал инстаграм ол бизнес площадкаға айналғалы қашан. Қараңыз, бұны жақсы түсіну үшін алыстан бастау керек. Неге жалпы осы инстаграм парақшаны дамыту керек? Я вообще неге инстаграмға деген спрос өте үлкен? Ол неден басталады? Адамның күні адаммен, біз адам бір-бірімізсіз өмір сүре алмаймыз. Бір-бірімізге біз тұтынушымыз, бір-бірімізге біз қызмет атқару арқылы өмір сүріп келеміз осы барлық әлемде. Қараңыз, қазіргі заманда барлық адамдар интернет қолданады. То есть адамдардың барлығы тек қана далада емес, олар интернетте. Қазір барлық адамда телефон бар, барлық адамда интернет бар, барлық адамдар социальный сеттерде отырады. И барлық адамдар инстаграмда тіркеулі. Көрдіңіз, инстаграмда адамдар көп болғандықтан қазір көп емес 90% бизнестің барлығы инстаграмға көшкен. Барлық бизнес жаңағы аккаунттардың өздерінің аккаунттары бар, жаңағы парақшалар бар, иә. Адамдар отырады күнделікті бір инстаграмға күніне бір рет минимум кірмесе болмайды да, міндетті түрде кіреді, көрдіңіздер ме? Ал адам бар жерде міндетті түрде бизнес болады. Адам бар жерде, адам отырған жерде міндетті түрде жарнама болады, көрдіңіздер ме? Бизнестің жүру арқылы, адамдармен тілдесу арқылы. Сондықтан біз блогерміз, біз блогымызды бастап, блогерлік дамып келе жатыр инстаграмда, себебі ол жерде адамдар жиналған. SMM-дағы жалпы жарнама түрлері қандай? SMM деген білесіздер ғой, социал медиа маркетинг, аудармасы социальный сеттегі маркетинг, оның қазақша аудармасы әлеуметтік желідегі маркетинг. Маркетинг дегеніміз ол бір сөзбен айтқанда жарнама. Жалпы блогерлікке қатысы да бар бұның, бірақ жалпы айтқанда осы әлеуметтік желідегі маркетингтағы қолданылатын жарнама түрлері қандай?
соған қысқаша тоқталып кетейік және толығырақ әрқайсысына тоқталамыз. Бірінші түрі органикалық жарнама. Ол дегеніміз сізге керек целевая аудиториясы бар басқа профильдарда, басқа парақшаларда, басқа группа, пабликтарда пост орналастыру, яғни размещать ету жарнама. Блогерлерден жарнама алу, жұлдыздардан жарнама алу тоже осыған жатады. Бұл рекламаның жақсы жағы ол универсальный реклама болып саналады және өте жақсы. Бұл жарнама өте нәтижелі және өте универсалды болып табылады. Екіншісі таргетированный жарнама, яғни таргет. Ол дегеніміз өзіміздің целевой аудиториямызды анықтаймыз және соларға жарнаманы баннерлар арқылы, тизерлар арқылы немесе посттар арқылы қандай да бір соцсеттарда көрсету. Бұл деген, мысалы, сіз ВКонтактеға кірсеңіз, шет жақтарында өзгеріп тұратын картинкалар, одноклассники деген жаңа социальный сетьте шет жақтарында тұратын баннерлар кішкентай. Вот сол жарнаманы таргетинговый жарнама дейді. Немесе сіздің инстаграмға кірген кезде, сіз лентаны қарап жатқан кезде реклама деген кішкентай жазу бар, бір сіз жазылмаған бір пост шығады ғой. Вот соның барлығы инстаграмның өзінің внутренний таргетированный жарнамасы. Көргендеріңіздей, ол әртүрлі социальный сеттерде бар, ана ВКонтакте, Фейсбукта. Вот. Бізге енді біздің жағдайымызда ол Инстаграм болып табылады. Бұндай жарнаманың ең жақсы жері ол сіз өзіңіздің керек аудиторияңызды өте жаңағы узкий дейді ғой, өте узкий параметрлар арқылы таба аласыз. Өзіңізге ыңғайлы төлем сомасын анықтай аласыз, яғни сіздің бюджетіңізге байланысты мысалы қанша долларға жасағыңыз келеді жарнама және қанша күнге жасағыңыз келеді соны анықтай аласыз және қанша сізге аудитория керек, қанша охват керек, соны да анықтай аласыз. Яғни сізге бәрін есептеп береді, осынша охват болады, осынша бюджетпен, осындай күнде деп. Және өзіңіздің жаңағы керек аудиторияның интерестарын указать ете аласыз, оның географиясын, например, именно Қарағандыныкін, немесе именно Астананыкін, немесе бүкіл Қазақстан бойынша, немесе Ресейдікін, Москваныкін деген сияқты жасын қоя аласыз, мысалы 25-тен 35-ке дейін ғана, әйелдер ғана деп. Сондықтан таргетированный реклама өте точный жарнама. Бұны біз міндетті түрде қолдануымыз керек. Үшінші түрі ол кросс жарнама. Ол дегеніміз взаимный дейді ғой, взаимный тегін немесе ақыл жарнама болып табылады. Яғни ол ақылы да болуы мүмкін, тегін де болуы мүмкін. Ол екі адамның, екі ойы бірдей, екі продвижениясы бірдей адамның бір-біріне взаимный көмек жасау деген сияқты ғой. Мысалы, блогерлар бір-бірін мақтап, бір-біріне парақшаларда жарнама жасаған кезде осыны кросс реклама деп айтамыз. Бұны әртүрлі уақыттарда қолдануға болады, әртүрлі жаңағы, мысалы, целевая аудитория прям дөп жақын болып тұрса да, кішкене ұқсас болса да, немесе кішкене басқаша нишада болса да, жасай беруге болады. Сондықтан басқа блогерлермен сөйлесіп, кәдімгідей бір-бірлеріңізге қарым-қатынас жасап, бір-бірлеріңізбен аудитория алмаса аласыздар. Көп блогерлер солай жасайды, солай тегін келісіп жарнама жасап парақшаларын дамытады. Бұл жерде енді шарт өзара келісім болады әрине, бірақ екеуінің аудиториясы, подписчиктары сәйкес болу керек, примерно охваттары, статистикалары. Келесі вирустық жарнама, яғни вирусная реклама. Ол деген, когда сіздер бір супер креативный бір пост ойлап тауып, одан кейін сомен адамдарға әсер ететіндей, ол интернеттен тарап кететіндей, басқа парақшаларды тарап кететіндей еткен кезде, бұл вирусный реклама болып табылады. Бұл жерде енді үлкен мынандай плюсы бар, то что бұл жерде ақша көп кетпейді, почти бесплатно десек болады, но сіз ол қалай әсер етеді, ол қалай сізге қалай жұмыс істейді, жаңағы нақты біле алмайсыз, сізге қарсы шығуы да мүмкін. Және енді бұл жерде креативті нәрсе ойлап табу керек. Мысалы, өзіңіздің кәсібіңізбен, өзіңіздің блогыңызбен байланысты бір қызықты видео түсіруге болады. Мысалы, прикол видеолар күшті таралады солай. Сол таралу арқылы тегін қаншама подписчиктер жинайды. Вот оны вирусный реклама дейді. Яғни ол завуалированный реклама десе болады. Просто адам өзін осы әлемге таныту арқылы. Келесі SEO арқылы социальный сеттердағы жарнама. SEO дегеніміз ол поисковиктан іздеген кезде бірінші списокта тұру деген сөз. Мысалы, браузерға кіреміз ғой, Google-ға. Сол кезде біз прививка туралы мысалы
жазып іздедік, сол кезде бізге алғашқы болып қандай парақшалар шығады, ол просто так шығып тұрған жоқ. Олар өздері сондай настройка жасап қойды, чтобы алғашқы болып шығу үшін. Яғни вероятность того, что сіз именно сол парақшаларға кіресіз, өте жоғары. Мысалы ол сайттар, мысалмен келтірсек, вот әртүрлі социальный сеттерде тоже өздерінің SEO-лар болады. Мысалы Инстаграмда да солай. Инстаграмның поисковой жаңағы жері бар ғой, поискта жазған кезде бір мысалы путешествие деп жазған кезде путешествие деп жазылып тұрған блогерлардың немесе парақшалардың списогі шығады. Сол жерден бірінші шығып тұрған адамды сіз басып кіресіз ғой. Вот сіздің парақшаңыз солай бірінші шығып тұру үшін сіз сондай жарнама қолдануыңыз керек. Яғни сіздің парақшаңыздың тақырыбы міндетті түрде Инстаграмның жаңағы шапка профиліндағы поисковый запросқа жауап беретін жаңағы строкасына міндетті түрде жазылып тұру керек. Егер ол жерде басқа сөз жазылып тұрса, онда сіз поисковой запроста шықпайсыз. Яғни бұл сізге қосымша жарнама болып жұмыс жасамайды. Бұл өте керемет жарнама, бірақ бұны именно осы соцсеттерде жаңағы кішкене қолдану қиын. Қиын дегенде әсері қатты емес. То есть жұмыс істейді, бірақ көп басқа жаңағы Google-мен санағанда, басқа сайттарға қарағанда ондай не емес, оңай емес. Келесі, ол конкурстар мен розыгрыштар жасау. Яғни бір репост үшін, фотоға лайк басу үшін немесе сыйлықтар сыйлап, именно сол посттың үлкен охват жинау арқылы біз аудитория жаңағы подписчиктар жинаймыз. Бұл деген өте жақсы құрал. Көбісіне жаңағы сәйкес келеді. Тек сіздің жаңағы сол постыңыз жалпы тез жаңағы таралу үшін басқа да жарнамалы түрлер міндетті түрде қолдану керек. Мысалы басқа жарнама қолданасыз, и осы конкурс, розыгрыштар міндетті түрде арасында жасап отыру керек. Бұл деген өте керемет. Келесі түрі ситуативный жарнама, яғни ситуативная реклама. Бұл деген біз айналамызға қараймыз. Қазір қандай хайп болып жатыр, қандай трендтер болып жатыр, сол трендтарға қосылу. Яғни ситуация деген сөз шыққан ғой. Мысалы сіз бір күшті бір модный нәрсе көріп қалдыңыз. Мысалы бір кездері мынандай тренд болды, мынандай мода болып кетті. Покемон деген ойын бар ғой. Покемон деген ойын. Сонда адамдар сол хайпты ұстап алды да, мысалы Сбербанк немесе Бифри деген брендтар сол хайпты ұстап өздерінің рекламаларына соны қолданды. Типа покемон ұстап жүргенде, покемонмен связанный суреттер, нелер, в общем, соны қолданып жарнама жасады, видеолар барлығы. Өздері олар істеді, что біздің бутикта будет прикольно жаңағы ловить покемонов деген сияқты істеді да, и адамның назарын аударып алды өзіне, и өзіне жарнама жасап алды. Вот. Бұл әдіс барлығына сәйкес келеді, яғни барлық адамдар бұл жарнаманы қолдана алады, бірақ бұл жерде бір оригинальность керек және жақсылап тұрып жасау керек. Мысалы қандай трендтер болып жатады? Әртүрлі өзі тренд деген 3 күн өмір сүреді дейді ғой. Бір қатты бір күшті жаңалық болып тұрғанда, бұны сіз не обязательно видео түсіріп, мысалы бизнесіңізге қолданып, бір сол тақырыпта пост жасаңыз болады. Өзіңіздің мнениеңізді айтсаңыз болады. Болды, сіздің постыңыз 100% күшті охват жинайды. Қосымша басқа подписчиктар келеді, сіз топқа шығып, сізді басқа адамдар көреді деген шанс өте үлкен. Келесі, ол интерактивтар, SFS, лайктайм, тағы басқалар. Когда сіздер, бұл деген сіз өзіңіздің оқырмандарыңыздың сіздің парақшада активность жоғарылату үшін жасайсыз. Яғни олар активность көрсету үшін, сіздің парақшаңызды дамыту үшін арналған. Яғни сіз олар жаңағы репост жасайды, немесе лайк басады, сіз жайлы басқа жаңа достарына айтады, сол арқылы сіз оларға жаңа сыйлық сыйлау арқылы, поощрять ету арқылы өзіңіздің парақшаңызды дамытасыз. Бұл жайлы подробно әлі айтамыз. Келесі әдіс ол комментинг. Ол деген ірі блогерлардың, немесе жұлдыздардың, немесе ірі парақшалардың посттарының астында, комментарияларында басқа солардың оқырмандарына көзге түсетіндей комментарий жазу. Бір өзіңіздің оқиғаңызды жазу, ашық, үлкен, жаңағы түсінікті қылдырып жазу, тақырыпқа қатысты, сол постқа қатысты қызықты етіп жазу, және міндетті түрде аяқ жағында
сол жаңа жазып жатқан комментарийдің аяқ жағында өзіңіздің парақшаңызға ссылка дегенде менің парақшама кіре шығыңыздар, парақшама кіріңіздер, оқып шығыңыздар деген сияқты міндетті түрде призыв болу керек. Бұл өте керемет супер мега инструмент. Бұл туралы тоже подробно айтамыз. Бұл деген бастысы сіз адамның көзіне түсу керексіз ғой, көрдіңіз бе? Вот сондай құрал. Келесі ол сіздің посттарыңызды немесе стористарыңызды топқа шығару, немесе прямой эфир қазір Instagram ТВ шықты, иә, соның барлығын топқа шығару. Ол деген тоже өте керемет әдіс болып табылады продвижениеде. Бірақ оны сіз есептей алмайсыз. Мысалы, мына пост осылай может выстрелить, мынау деген сияқты. Бірақ жұмыс істейтіні түсінікті, ол туралы тоже тоқталамыз. Яғни топқа шығу арқылы біз өте жақсы подписчик жинай аламыз. Келесі ол giveaway-лар, яғни гиф конкурстар. Ол деген сіз подписчиктарыңызға үлкен сыйлықтар немесе көп сыйлықтар сыйлайсыз. Оның шарты сіздің жаңағы спонсорларыңызға жазылу арқылы оқырмандар жинау. Немесе сіз бір басқа гифқа қатыса аласыз. Ол жерде де жаңағы неше түрлі ұтыстар ойнатылады, и спонсорларға тіркелу керек сол адамдар. Сол спонсорлардың арасында сіз боласыз да, сіз өз парақшаңызға бір 5 мың, 10 мың, 15 мың оқырман жинай аласыз бірден. Бұның да плюс-минустар бар, ол туралы бөлек тоқталамыз. Бірақ бұл да бір жақсы әдіс. Келесі әдіс ол марафондар. Ол дегеніміз пайдалы, қызықты онлайн түрде немесе офлайн түрде бір мероприятие дейді ғой, бір іс-шара ұйымдастыру. Ол сіздің жаңағы оқырмандарыңызға қызық және пайдалы керек, және міндетті түрде сіздің парақшаңызды дамытуға бағытталу керек. Яғни сіз бұл жерде басқа блогерлармен бірігіп, басқа парақшалармен бірігіп, ортақтасып бір пайдалы іс-шара ұйымдастырасыз. Оған бөлек парақша ашып, және оның шарты, опять же, жаңағы сізге подписка жасау, лайк басу, сізге жаңағы сізбен бірге ұйымдастырып жатқан блогерларға, сөйтіп сіз бұл жерде бірнеше қоянды өлтіресіз, өзіңіз жаңағы оқырман жинайсыз, и блогерлар бір-бірімен оқырманмен алмасады. Және оқырмандардың сізге деген довериясы, сенімі арта түседі. Бұл енді SMM-дағы басты деген қолданылатын ең эффективті жарнамалар түрлері. Біз енді бұны ары қарай толықтай қарастырамыз, және бүкіл фишка мен секреттерімен бөлсем міндетті түрде сіздермен.